Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін біз әлемнің ең суық 10 астанасы жайлы білетін боламыз. Әлбетте, бұл қалалар жыл бойы суық болып, қыс мезгілі ауыспайтын мекен емес. Бәлкім, басқа мемлекеттің астаналарына қарағанда, бұл қалалардағы қыс мезгіліндегі суық өте қатты болады. Егер сізді құпияға толы видеолар, қорқынышты аңыз әңгімелер және сапалы контент қызықтырса, мен сізге Тылсым дүние арнасын ұсынғым келеді. Қорқынышты видеоларды көруден қорықпасаңыз, видеоның астындағы және оң жақ жоғарыда шыққан сілтеме арқылы өтіп, Тылсым дүние арнасына тіркеліңіз. Рейкьявик әлемнің ең суық астаналарының қатарына кіретін Исландияның астанасы. Бұл қала мұхиттық климат белдеуінде орналасқан. Рейкьявик біздің топтағы басқа астаналарға қарағанда жылы жер. Қыста ауа температурасы 20 градустан төмен болмайды. Ал жаз айлары бұл қалада салқын. Тек шілде айында ғана ауа температурасы 28 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Жаз айларының басқа уақыттарында бұл қаланың ауа температурасы 8 градустан көтерілмейді. Хельсинки Финляндия елінің ең ірі қаласы әрі астанасы, сондай-ақ әлемнің ең суық астаналарының қатарына кіреді. Қалада 500 миллион адам өмір сүреді. Бұл жердегі климат теңіздік және құрлықтық климатқа ұқсас келеді. Қалада қатты суық сирек кездеседі, бірақ ауа температурасы қыс айларында -35 градусқа дейін жетуі мүмкін, ал жаз айларындағы ауа температурасы +30 градустан аспайды. Нуук қаласы. Нуук халық саны 17 000 адамды құрайтын Гренландияның астанасы. Климаты субарктикалық болғандықтан қалада аса қатты суық байқалмайды. Жылдың көп уақытындағы ауа температурасы бұл жерде минустық көрсеткішті көрсетіп тұрады. Жаз айларындағы ауа температурасы -3 градус көрсетеді, ал жаздың ең ыстық ауа температурасы +26 градустан аспайды. Қыс мезгіліндегі бұл жердегі ең суық ауа температурасы -33 градустан төмендемейтін көрінеді. Лонгир халық саны 1000 адамды құрайтын Норвегияның Шпицберген деп аталатын туристік аралының астанасы. Бұл жер әлемнің ең солтүстігінде орналасқан Свальбард әуежайы бар қала. Жылдың көп мезгілінде ауа температурасы 0 градустан аспайды. Қалада ең ыстық ауа температурасы +26 градусты көрсеткен. Ал 1986 жылы ауа температурасы -46,3 градусқа төмендеген. Лонгирдің полярлық түні қазан айының соңынан бастап ақпан айының ортасына дейін 4 ай бойы жалғасады екен. Мәскеу әлемдегі ең суық астаналардың бірі және Ресейдің басты қаласы. Мұнда климат қалыпты континенталды, айқын маусымдылығы бар. Жазда бұл жерде салқын болмайды. Астанада белгіленген ең жоғарғы температура +38,3 градусты көрсеткен. Қысы өте суық, жиі -30 градусқа дейін төмендейді. Мәскеудегі ең суық көрсеткіштер өткен ғасырдың 40-шы жылдарында қаңтар айында тіркелген. Ол кездегі суық -42,2 градусқа жеткен болатын. Оттава Канада еліне тиесілі әлемнің ең суық астанасы. Қаланың халқы шамамен 1 миллион адамды құрайды. 19 ғасырдың басында сарбаздар мен орманшылар үшін лагерь болып ашылған бұл жер кейіннен қала мәртебесіне ие болған. Оттава экологиялық аймақ, яғни екі климаттық аймақтың қиылысында орналасқан. Жазы өте ыстық, қысы өте суық. Оттава және де ең қарлы астана болып саналады. Қалада қыста ауа температурасы -11 градусты құрайды, ал мұндағы абсолюттық ең суық ауа температурасы -39 градусты көрсеткен. Осло Норвегияның ең үлкен қаласы және әлемнің ең суық астаналарының бірі. Қала Ресейдің Санкт-Петербург қаласымен бірдей ендікте орналасқан. Жазы салқын,
бірақ қысы суық және қарлы. Ослодағы тарихтағы ең жоғарғы көрсеткіш +34 градусты құраса, ал ең төменгі көрсеткіш -26 градус Цельсийді құраған. Астанадағы жылдық температура 6,4 градусты құрайды екен. Астана. Астана еліміз Қазақстанның астанасы және қысы әлемдегі ең суық қыстардың бірі болып саналатын астаналардың бірі. Миллионнан астам тұрғыны бар қала Ақмола облысының аумағында, елдің солтүстігінде орналасқан. Климаты күрт континенталды. Қысы өте ұзақ, аяздары өте суық. Қалада тіркелген максималды суық ауа температурасы -52 градусты көрсеткен. Астанадағы қолайсыз ауа райы жағдайына байланысты қазіргі уақытта ағаш отырғызу түрінде жасыл қабырғаларды орналастыруды жүзеге асыратын ауқымды жоба бар. Жазда Сібір аяздары құрғақ жазға ауыстырылып, температурасы 42 градус Цельсийге дейін жетеді. Якутск. Якутск шамамен 300 мың адам тұратын жердегі ең суық астаналардың бірі. Қыс мезгіліндегі бұл жердегі ең төменгі температура -64 градус Цельсийді құраған. Ал егер ауа температурасы -40 градус Цельсий болса, бұл жердегі жергілікті тұрғындар үшін ол қалыпты жағдай. Қысы өте ұзақ, қазан айынан сәуір айына дейін жалғасады. Якутскте қыстың қаттылығы желтоқсан айынан ақпан айына дейін жалғасады екен. Тіпті жаз айларында ауа температурасы төмендеп, қар түріндегі жауын шашындар байқалған екен. Сонымен қатар, Якутскте жаз айларындағы ең жоғарғы ауа температурасы +40 градусты құрайды екен. Улан-Батор. Улан-Батор Моңғолияға тиесілі әлемнің ең суық астанасы. Миллион тұрғыны бар қала Тул өзенінің аңғарында және теңіз деңгейінен 1300 метр биіктікте орналасқан. Астананың климаты таулы және күрт континенталды. Қаладағы ең суық ай қаңтар айы, себебі қаңтар айындағы ауа температурасы -40 градустан төмен көрсеткішті көрсетеді. Ал Астанадағы ең суық ауа райы -42,2 градусты көрсеткен. Құрғақ ауа райының арқасында Астананың аязы басқа қалалардағы аязға қарағанда оңай өтеді. Жаз маусымында Улан-Баторда өте ыстық, себебі ауа температурасы +39 градусты көрсетуі мүмкін екен. Назарларыңызға рахмет. Егерде сіздерге видео ұнаған болса, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де мына жердегі қоңыраушаны басатын болсаңыздар, біздің видеоларымызды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Мен жақында жаңа арна аштым. Ол арнадан сіздер түрлі влог және қызықты видеолар көре аласыздар. Жақында мен пазл және біліп жүремін арналарының авторлары Али, Әділ, Алмас және Асан бауырларымен жолыққандағы видеоны сол арнадан көре аласыздар. Экрандағы және видеоның астындағы сілтемелер арқылы өтіп, сол арнама тіркеліңіздер. Және видеоның басында айтқан Тылсым дүние арнасына тіркелуді де ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.